Сергей Ильич Морозов атындағы номер 51-ші орта мектеп гимназиясының орыс сыныптарындағы қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Қырбасова Анар Тұрарбайқызы. Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Сіздердің назарларыңызға бірнеше сурет берілген. Осы суретке қарап отырып, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын анықтап көріңдер. Бұл суреттер сендерге қандай ой салды? Ойланамыз, балалар. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Яғни біз сіздермен қазақ әндері туралы айтамыз. Ендеше, балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы «Маған қазақ әндері ұнайды». Бүгінгі сабақта меңгеретіндеріңіз, бүгін сіздер сабақта мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтай отырып, тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беріп, жазбаша және ауызекі сөйлеу тілінде синоним сөздерді қолданатын боласыздар. Ал барлығымызға іске сәт. Енді осы мақсатқа жету үшін бірнеше тапсырмаларды орындаймыз. Балалар, ән халықтың мұрасы. Халық қошемет көрсетеді. Ән адамның көңіл күйін, сезімін білдіреді. Балалар, есте сақтаңдар. Жаңа сабақты өтпес бұрын, балалар, прожектор әдісі бойынша жаңа сөздермен танысамыз. Мұра, қошемет, көңіл күй, сезім, атамекен. Келесі тапсырмамыз, балалар, жаңа сөздердің синонимін сәйкестендіріңдер. Сендерге сәттілік тілеймін. Балалар, міндетті түрде дескрипторға назар аударып отырыңдар. Жақсы, балалар. Енді өзімізді тексереміз. Мұра, мирас, қошемет, құрмет, көңіл күй, эмоция, сезім, көңіл күй, атамекен, отан. Балалар, менің жауабым мен сендердің жауаптарың сәйкес келді деп ойлаймын. Тамаша, жарайсыңдар. Келесі тапсырмамыз, балалар, мәтінмен жұмыс. Менімен бірге тыңдап отырыңыздар. Ән халықтың мұрасы. Ән өнер. Ән адамның көңіл күйі, қуанышы, сезімі. Менің ұлтым орыс. Маған қазақ әндері ұнайды. Менің анам қазақша әндерді жақсы айтады. Мен де анаммен қосылып ән айтамын. Мен атамекен әнін жақсы көремін. Ол патриоттық ән. Атамекен туған жерге арналған ән. Бұл ән 1970 жылы жазылған. Атамекен әнін Қазақстан Республикасының халық әртісі Ескендір Қасанғалиев орындайды. Ескендір Қасанғалиев шетелде жүрген кезінде Қазақстанды сағынады. Атамекен туралы ән жазады. Әннің сөзін жазған Қадыр Мырза әлі. 1970 жылы Ескендір Қасанғалиев Швеция елінде осы әнді айтады. Атамекен Қазақстан халқы сүйіп тыңдайтын ән. Сен білесің бе әдісі арқылы тыңдалған мәтін мазмұны негізінде балалар сұраққа жауап береміз. Іске сәт. Халықтың мұрасы не? Атамекен қандай ән? Атамекен дегенде қалай түсінеміз? Атамекен әнінің авторы кім? Қай жылы жазылған? Ән қандай жағдайда дүниеге келген? Дескрипторға сүйене отырып, сұрақтарға жауап беріңдер. Жарайсыңдар, балалар. Енді өзімізді тексерейік. Ән халықтың мұрасы. Атамекен туған жерге арналған ән.
Атамекенді туған жер, отан, туып өскен ел деп түсінеміз. Атамекен әнінің авторы Ескендір Қасанғалиев. Ән 1970 жылы жазылған. Ескендір Қасанғалиев шетелде жүрген кезінде Қазақстанды сағынды. Атамекен туралы ән жазды. Сен Атамекен әнін білесің бе? Кел, қосылып айтайық. Жасыл жайлау, түкті кілем, көк кілем, көк кілемде көп ойнаймын, көк кілем, маңдайымнан сипап өткен самалды, қазағымның алақаны деп білем. Қайда жүрсің, Атамекен, көкейіңде жатады екен, күннің өзі ұясына қимай оны батады екен. Балалар, әнді тыңдадық. Енді осы әнді тыңдаған кезде сендердің ойларыңа қандай сөздер келді? Ассоциация әдісі бойынша өз ойларыңды кестеге толтырыңдар. Міндетті түрде дескрипторға назар аударыңдар. Жақсы балалар, енді өздеріңді тексеріңдер. Атамекен әні қандай ән екен? Патриоттық ән. Атамекен әнінің сөзін жазған ақын Қадыр Мырзәлі. Атамекен әні 1970 жылы жазылған екен. Атамекен әнін Қазақстан Республикасының халық әртісі Ескендір Қасанғалиев орындайды. Атамекен әні туған жерге арналған ән. Атамекен әнін халықтың сүйікті әні. Келесі тапсырмамыз балалар. Оқулығымызды ашамыз. 89 бетте 7 тапсырма бар. Үлгі бойынша сөйлемдерге әртүрлі сұрақтар қоясыңдар. Ән халықтың өмірінің айнасы. Сұрақ қоямыз балалар. Не халықтың өмірінің айнасы? Ән халықтың өмірінің айнасы ма? Ән кімнің өмірінің айнасы? Ендеше балалар сендерге мынандай 3 сөйлем берілген. Маған қазақ әндері ұнайды. Менің анам қазақша әндерді жақсы айтады. Атамекен әнін халық жақсы көреді. Міндетті түрде дескрипторға назарымызды аударып отырамыз. Балалар сендерге 3 минут беріледі. Егер сіздер қосымша балл алғыларың келсе, бұл тапсырманы жылдамырақ орындап, қосымша тапсырма орындай аласыздар. Мысалы, маған қазақ әндері ұнайды деген сөйлемді алып, өздеріңізге қазақтың қандай әндері ұнайтыны туралы жаза аласыздар. Балалар, өздеріңді тексеріңдер. Балалар, өте жақсы сұрақ құрастырып алдыңдар. Менің ойым сендердің ойларымен сәйкес келді деп ойлаймын. Маған қазақ әндері ұнайды.
Кімге қазақ әндері ұнайды? Маған не ұнайды? Маған қазақ әндері ұнайды ма? Менің анам қазақша әндерді жақсы айтады. Кім қазақша әндерді жақсы айтады? Менің анам қандай әндерді жақсы айтады? Менің анам қазақша әндерді қалай айтады? Атамекен әнін халық жақсы көреді. Атамекен әнін кім жақсы көреді? Нені халық жақсы көреді? Атамекен әнін халық жақсы көреді ме? Жарайсыңдар балалар. Бүгін біз сабақ мақсатына жету үшін не істедік балалар? Маған қазақ әндері ұнайды тақырыбымен таныстық. Қазақ әндеріне қатысты жаңа сөздерді меңгеріп, синонимдерін анықтадық. Атамекен әнінің шығу тарихымен таныстық. Негізгі ақпаратты анықтадық. Балалар, бүгін сабақта сендер не түсіндіңдер? Нені білгілерің келеді? Соны жазып беріңіздер. Балалар, сендер сабақта белсенді болып, берілген тапсырмаларды орындай алдыңдар. Жарайсыңдар. Барлығымыз күнделігімізді ашып, үй тапсырмасын күнделігімізге жазып аламыз. Үйге тапсырма, Атамекен әнін жаттап келеміз. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.